Biz ötkende jana Болды. Bunu takipçiler, bunu takımımız fotoefekt kurulusu. Fotoefekt kurulusundan bakıyoruz. Fotoefekt kurulusu. Bu saatte tutulduğu neticemiz esette şarjatman formulasını kullanıldı. Fotoefekt kurulusunu sifatta, fotoefekt kurulusunu teknikada kullanımını araştırırız. Odan keyin fotoefekt'i esette şarjatız. Yani de Einstein formulası var. Sol formulalarını tutuyoruz. Topqa bölüp, biz ilk topqa bölüyoruz. Yani foton topu ve kvant topu. Biz bölünüp aldık, ilk toptamız. Kelesi. Қазір әрбір бала өзі кітаптарымызды ашамыз да, кітаптарымызды ашамыз өзіміз. Мына топ бізде квант тобы болады, мына жақта болады. Фотон тобы болады. Бірінші топ фотоэффект құрылысының қысқаша жазасыңдар. Сол фотоэффект туралы Эйнштейннің формуласы бар. Дәптерге соны жазып қоясыңдар. Екінші топ фотоэффектің қызыл шекарасы деген бар. Соның бір формулалар бар. Соны қолданылады. Солар дәптерге қазір жазамыз. 5 минутта уақыт береміз. Өздерінің кітаппен жүргіземіз. Біз фотоэффект құрылысының қарастырмас бұрын бірінші Макс Планктың жаңағы формуласын қарастырып өтейік. Бұл жаңағы бізде жарық үздіксіз түсіп тұрған секілді болып көрінеді. Бізге сурет алатын болсақ, бізде жарық үздіксіз бүйтіп түсіп тұрған сияқты болып көрінеді бізге. Лампочканың жарығы болсын, күннен келген жарық болсын, үзілмей түсіп жатқан сияқты болады. Бірақ та негізінде ол үзік-үзік болып түседі екен, жарық. Үзік-үзік болып түседі. Белгілі бір жиілікпен түскендіктен. Бірақ адамның көзі оны ескермейді. Адамның көзі үздіксіз бүйтіп жарық түсіп тұрған сияқты көреді екен. Негізі жарықта арнайы бір құрылғы бар. Үлкен бір мындай лампочка секілді не болады. Соның жиілігін азайтып, жиілігін азайтып шығарда мегатет қана мегатет тұрады. Минутына 60 рет па 200 рет па солай. Сол кезде біз ол жарықтың квант түрінде түсетінін көреміз. Сонда бір жарықтың бір кванты бір немес. Бізде E тең H-ға тең болады екен энергиясы. Bir fotonun enerjisi sonunda E teң H-ға тең болады. Bu жердегі μ деген нәрсе, формулада μ деген нәрсе бізде жиілік. H дегеніміз квант тұрақтысы. Ол тұрақтышама оны біз жатқа білеміз, өзіміз жазып өтеміз. H тең болады 662 көбейту 10-34 дәрежесі. Кейбір кітаптарда 663 деп тұрады, кейбір кітаптарда 606 деп тұрады. Бірақ біз 662 көбейту 10-34 дәрежесін деп жазамыз. Сонда қарап отырсақ, мынау тұрақты болса, H тұрақты болса, онда тек қана энергия неге тәуелді болады? Жиілікке ғана тәуелді болады. Жиілік көбейген сайын энергиясы көп болады, жиілік азайған сайын энергиясы аз болады. Осы формулада жазып E0 тең болады H-ның. E0 тең болады H-ның. E0 тең болады H-ның. Бұл бір кванттың энергиясы. Келесі. Егер де бізде бір квант емес көп кванттар болатын болса, онда біз оны фотондардың көп фотондар болатын болса, мына формуламен табамыз. Тура жаңағы формула болады, бірақ та N деген әріп болады. N деген фотондардың саны. Миллиард болады, миллион болады, үлкен бір шама болады. 10-20 дәрежесі деген секілді үлкен бір шама болады. Соны жазып қойып, E тең болады NH-мен. N дегеніміз фотондардың саны. Фотон деген сөз жаңағы жарықтың бір бөлшегі, жарықтың атомы деп айтсақ болады. Жарықтың сонда табиғаты бөлік болып тұр, ол жарықта бір бөлшек тасиды екен. Сол бөлшекті біз фотон деп атаймыз. Жазып болып қойдым, E тең H-мен. Енді сендерге көп кететін бір видео бар, сол видеоға назар аударайық. Батареяның оң полюсін жалғаған кезде осындай жолмен құрылған электр өрісі фотоэлектрондарды үдетіп емес, оларда да тежей бастайды. Электрондар электр өрісінің әсерінен тежеледі және тек бастапқы жылдамдықтары жоғары электрондар ғана екінші электродқа жетеді. Тежеуші кернеудің өсуіне байланысты электрондардың өте аз мөлшері ғана екінші электродқа жетеді және сол себепті токтың мөлшері азаяды. Ток нөлге дейін азаятын кернеу
тежелу кернеуі деп аталады. Тежелу кернеуін дәл есептеу үшін біз кернеуді жаймен өзгертетін құрылғы фиттерді қолданамыз. Бұл жағдайда тежелу кернеуі 4,8 вольтқа тең. Жаңағы қайтадан бір Жарықталып түсіндіріп өтейік, не нәрсе екен. Мынау бер жақта тұрған бізде катод, катод минус, арқы анау плюс болады. Катод деп аталады, плюс минус деген сияқты. Енді қарайтын болсақ, бұл белгілі бір жүйеде тұр, тоқ күші жүріп жатады. Мынада тежеуші кернеу деген нәрсе бар, кернеуді тежейді. Кернеуді тежейді деген сөз, электрондар мына іші вакуум, ауасы сорылып шығарылған. Тоққа қосатын болсақ, жаңа катодтан шыққан электрондар ауа арқылы мынадан барады ғой, ауа болғанда ол ішінде вакуумде, ауа жоқ, вакуум. Сол кезде бұл бара береді, найзаға секіріп бүйтіп барып тұрады. Екінші жақ шетке барып, анодқа барып тұрады. Сол кезде біз жаңағы кернеуін көбейткен сайын электрондар бармай қалады ғой, тоқтап қалады. Электрондар бармай қалады арашқа. Бірақ та мына стрелка не стрелка бізде? Бұл жарық. Сонда жарық түскен кезде ғана бұл жаңағы электрондар енді ұшатын болады да, тежеуші кернеу қойып тастағанда, былай ұшпайтын болады. Сонда біз түсіндіреміз, металдардың бетіне бір жарық түсетін болса, онда электрондар ұшып шығады екен. Бос электрондар ұшып шығады. Соны біз фотоэффект деп атаймыз. Фотоэффект негізінде біз қандай нелерді қолданамыз? Күн энергиясын қабылдайтын фотоэлементтер осылардың негізінде жұмыс жасайды екен. Келесі бір видеоны көрейік. Бізде видеолар бар. бір кезде фотоэффект құрылысы түсіндірілуі мүмкін емес құрылыстардың бірі ретінде қарастырылған болатын. Толқын мен тасымалданған энергия мөлшері толқын амплитудасына байланысты. Неліктен цезийде тіпті әлсіз көк түстің өзінде бұл эффект байқалады, ал қызыл түсті күшті сәулені қолданғанда байқалмайды. Сәулелену қарқынының кемуі электрондар энергиясының төмендеуіне әкелуі тиіс, алайда тек электрондар саны ғана азаяды. Амплитудасы өте төмен толқын аудан бірлігіне өте аз энергия алып келеді. Соған байланысты оның айналасындағы кішкентай аумақтан жеткілікті энергия алу үшін электрон бірнеше сағат күтуі керек. Десек те оның әсері белгілі бір толқын ұзындығындағы әлсіз жарық көзіне қосылған бойда білінеді. Бұл сәйкессіздікті 1905 жылы патенттік мекемеде істейтін белгісіз жұмысшы Альберт Эйнштейн түсіндірген болатын. Эйнштейн жарық толқынмен тасымалданатын энергияның үздіксіз тәртіпте тасымалданбайтынын, тек үлес-үлеспен, яғни кванттармен, қазіргі кезде фотондар деп аталатын бөлшектер арқылы тасымалданатынын айтты. Фотонның энергиясы жарық жиілігіне тура пропорционал, яғни толқын ұзындығына кері пропорционал. Фотон металл электронымен соқтығысқан кезде фотон электронға энергияның бір бөлігін немесе түгелімен береді. Енді маған қарайтын болсақ, металдың ішінде электрондар бар. Бос емес электрондар бар, кәдімгі беріп тұратын электрондар, қозғалмайтын электрондар бар. Соның ішінде су секілді ары бері қозғалып тұратын бос электрондар болады екен. Мынау қарап отырсақ, бұл жарықтың энергиясы, фотондар, қысқа фотондар. Фотондар келіп жаңағы металға келіп тиген кезде бос электрондардың энергиясы артып кетеді, кинетикалық энергиясы артады, қозғалыс энергиясы. Соны босап шығады да, соны ауаға қарай қарап кетеді ғой. Соны біз фотоэффект деп атаймыз. Түсініп қояйық, фотоэффект деген не нәрсе. Келесі бір видео бар, Фотоэлектрондардың максимал кинетикалық энергиясы мен толқын түрінің арасындағы байланысты мына графиктің горизонталь ойысы толқын ұзындығын емес, жиілікті көрсеткен кезінде түсіндіріп беру оңайырақ. Толқынның максимал ұзындығы лямбда максимум жаңағы графикте көрсетілгендей минимал жиілік ню нөлге сәйкес келеді. Графиктегі қисық сызықты сипаттаған кезде біз онда берілгендерді пайдаланып, мыналарды есептей аламыз. H дельта E мен ньюдің қатынасына және шамамен 6,6 көбейтілген оның -34 дәрежесіндегі джоуль секундқа тең, ал A шамамен 4 электрон вольтқа тең. Алынған тұрақты сан H саны физикада Планк тұрақтысы деген атпен белгілі. Графиктік анализдерінің нәтижелері мен жарықтың кванттық табиғатына байланысты ойларды біріктіргенде ғана H-ню фотон энергиясының дұрыс түсініктемесін айтуға болады. Ол фотон энергиясының 100% электронға беріліп, металдан электрондардың жылынып шығу үшін екі бөлікке бөлінеді. Ол А шығу жұмысы және электронның кинетикалық энергиясы ретінде белгілі. Металдағы электрондардың потенциалы қоршаған ортамен салыстырғанда төмен болады. Металдан ұшып шығу үшін ол энергияның бір бөлігі шығу жұмысымен қамтамасыз етілуі керек. Бұл фотондардың үлесі үлкен мөлшерде болса да,
тұр, неге байланысты тұр? Жиілікке байланысты тұр. Белгілі бір толқын ұзындығы сәйкес келетін болса ғана электрондар ұшып шығады. Соны біз қызыл шекара деп атаймыз. Белгілі бір жиілікте ғана болса ғана босып шығады да, сол жиілікке сәйкес келмесе ол босып шықпайды екен. Энергияны қанша берсін де. Яғни белгілі бір несі бар екен. Және де олар босап шығу үшін қанша дейді? 4 электрон вольт жаңағы энергия қажет дейді. Келесі бізден 2 видео алды. Әртүрлі металдарды көрсететін сызықтар параллель және бір-біріне беттеспейтіндей болады. Осыдан планк тұрақтысы әмбебап тұрақты екені және берілген металдың ерекшелігі шығу жұмысы екенін түсінеміз. Сызықты кеңейту барысында шығу жұмысының мәнін анықтай аламыз. Бұл жерде әр металл үшін шығу жұмысы әртүрлі екенін көз жеткізген екен де. Қарайтын болсақ, мына жақта аяқ жағына қарайтын болсақ, әр металдың әртүрлі шығу жұмысы. Яғни энергиялар әртүрлі болады деген сөз. Металдың тегіне де байланысты отыр. Ақырғы бір видео алды. Ғасырдың аяғында сәулелену металл пластинаны оң зарядтайтыны анықталды. 1899 жылы металл беттерінен электрондардың босап шығуының әсерінен металдың зарядталатыны белгілі болды. Бұл құбылысты зерттеу үшін ғалымдар әртүрлі қарапайым құралдарды, яғни солардың ішінде 2 металл электродтан тұратын шыны колбаларды қолданған. Электромагниттік сәулелену металл бетіне түскен кезде тізбек бойымен ток жүре бастайды. Батареяны керекті жағдайда жалғаған кезде колбада пайда болған электр өрісінің әсерінен электрондардың көбісі электродқа жетеді. Кернеу белгілі бір шамадан асқан кезде электрондардың барлығы басқа электродқа көшеді. Одан кейін кернеудің өсуі ток күшіне әсер етпейді. Тізбектегі ток күші сәулелену қарқындылығына тура пропорционал болады. Жарық түскен кезде ғана электрондар ұшып шығады. Енді формулалар жазылады. Формулалар жазылады. Эйнштейн формуласы бар, осы формуланы. Осы формуланы. Фотоэффект үшін Эйнштейн формуласы H тең болады, H шығу плюс кинетикалық энергия. Мен қадат бөлінген кинетикалық энергия. H деген сөз ол E деген сөз, энергия деген сөз. Сонда энергия шығу жұмысымен кинетикалық энергия өтіп салады деген сөз. Осыны біз Эйнштейн формуласы деп айтамыз. Мына формула жазылады. H тең A қосылған М квадрат бөлінген. Осы формула арқылы біз фотоэффект құбылыстарына негізделген есептерді шығара аламыз.